Сіз бауырсақты ерекше дәмді етіп жасағыңыз келе ме? Онда бұл видео сіздерге арналған. Бізге әрине ұн, сұйық май, ашытқы, самал майонез және ыстық су қажет. Алдымен жылы суға бір ас қасық ашытқы, қант қосып араластырып қоямыз. Ашытқымыз көбіктенген соң ұнымыздың ортасын ашып, сұйық майымызды, ашытқымызды, майонезімізді, бір қасық тұзымызды қосып, және сәл ыстықтау суымызды құйып, бәрін жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, оны жылы жерге қойып, көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз көтерілген соң, оны қайтадан басып, қайтадан жақсылап илеп, жылы жерге қойамыз. Қамырымыз көтерілді. Енді оны жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, оны төртбұрышты қып, немесе домалақ формамен домалақ қылып кесіп шықсаңыздар болады. Қамырымызды кесіп болған соң, оны тағы да көтерілуін күтеміз. Сосын қызып тұрған майға бауырсақтарымызды әдемілеп пісіріп аламыз. Менің бауырсақ пісіру тәсілім осындай, ал сіздердікі қандай? Ерекшеліктері болса, комментарийге пікір жазып кетіңіздер.